Сәлем, достар. Сіз балаңызға пайдалы болсын деп күнде йогурт беріп жүрсіз бе? Ал оның құрамында не бар екенін нақты білесіз бе? Бүгін сіздерге көпшілік біле бермейтін йогурттың жасырын зияны туралы айтып береміз. Видео соңына дейін қарап шығыңыз, балаңыздың денсаулығын сақтап қалуыңыз мүмкін. 1. Жарнамаланған пайдалы йогурттардың шындығы. Супермаркеттерде түрлі йогурттар сөрелерде көздің жауын алады. Қаптамасында бифидобактерия, кальцийге бай, иммунитетке пайдалы деген жазулар. Бірақ бұл жарнама. Нақты құрамына қарасаңыз, бәрі басқаша. 2. Қанттың мөлшері шошытатын факт. Көптеген балаларға арналған йогурттарда бір стақанында 3-5 шай қасық қант болады. Бұл баланың күнделікті нормасынан әлдеқайда көп. Қанттың артық мөлшері семіздікке, тіс ауруларына, ас қорыту жүйесінің бұзылуына, қан құрамындағы инсулин деңгейінің тұрақсыз болуына әкелуі мүмкін. 3. Жасанды дәм мен бояғыштар баланың психикасына әсері. Клубника немесе банан дәмі берілген йогурттардың көбі табиғи емес, жай ғана химиялық хош иістендіргіштер. Бұл заттар балада гиперактивтілік туғызуы мүмкін. Ұйқыны бұзады. Кейбір балаларда аллергия немесе тері тітіркенуі пайда болады. 4. Сақталу мерзімі ұзақ болса, сақ болыңыз. Йогурттың жарамдылық мерзімі 1 айдан асса, ол тірі өнім емес. Ол құрамында консерванттар бар деген сөз. Нағыз тірі йогурт 5-7 күнде бұзылады. 5. Балаларға арналған йогурттар маркетингтік айла. Йогурттың сыртында мультфильм кейіпкерлері салынған болса, ол сізді емес, балаңызды арбауға бағытталған. Бұл да өндірушілердің психологиялық тәсілі. Қорытынды, не істеу керек? Балаңызға йогурт бергіңіз келсе, үй жағдайында жасаңыз. Табиғи сүт алыңыз. Ашытқы немесе тірі айран қосып, өзіңіз дайындаңыз. Қалауыңызша, үй жидектерін, балды қосуға болады. Осылай сіз балаңызға шынымен пайдалы өнім бересіз. Қорытынды. Егер бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Көбірек адам білсін десеңіз, достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода тағамдардың тағы бір құпиясын ашамыз. Сау болыңыздар.